Саламатсыздар ма оқушылар? Отырыңыз. Қосу және азайту тақырыбының қорытынды сабағы, яғни бүгін ондық бөлшектерді қосу және азайту сабағымызды бекітеміз. Ең алдымен енді ондық бөлшектерді қосу және азайтуда біз нені үйрендік, нені білдік, соны қорыту үшін ең алдымен топтарға бөлініп алайық. Ол үшін мына жердегі қима қағаздардың ішінен алып, әрқайсысы өз командамызға барып отырамыз, тобымызға. Келіңдер. Біртіндеп. Елдос. Ал топқа бөлініп алған болса, енді үй тапсырмасын тексеру үшін сендерге ондық бөлшектерді нені оқып үйрендік, сол туралы қайталау сұрақтарын қоямыз. Бағаланады әр тобымыз, олар қалай бағаланады? 5 жұлдыз өте жақсы жауап бергенге, ал енді 4 бұрышымыз толық емес неге жауапқа, ал 3 бұрышымыз толық жауап бере алмаған топқа 3 бұрышпен бағалаймыз. Келесі топ, ондық бөлшекті. Ондық бөлшекті қосу азайту үшін алдымен берілген бөлшектегі үтірлер теңестіріледі. Сонан соң баған түрінде жазылып, аттас разрядтар бойынша қосу азайту орындалады. Шыққан нәтижедегі үтір берілген бөлшектің астына келтіріліп қойылады. Дұрыс. Ондық бөлшектерді қалай азайтады? Қай топ бірінші жауап берсе, сол топ 5 жұлдызбен бағаланады. Қане? Қандай ойды ондық бөлшектерді азайту үшін алдымен берілген бөлшектегі үтірлер теңестіріледі. Сонан соң баған түрінде жазылып, аттас разрядтар бойынша қосу азайту орындалады. Шыққан нәтижедегі үтір берілген бөлшектердің астына келтіріліп қойылады. Жарайсың. Амалдар. Келесі амалдарды орындаңдар. Мына экранда қарасаңдар ондық бөлшекке амалдар қолданылған, яғни қосу азайту. Осыны қай топ бірінші табатын болса, сол топ тақтаға шығып жазады. Жылдан қолдарына сендердің парақтар берілген, сол парақтарға жазып топпен бірге жауабын тақтаға қай топ бірінші болса, сол топ жазады. Келеу. Тақтарды 3-ке бөліп қоямыз. Кім жылдан тапса, сол 5 сипаймен бағаланады. Келесі сандар тізімінің ішіндегі ең үлкен сан мен ең кіші санның қосындысын табыңдар. Мына тізбекке қараймыз, ең үлкен санды және ең кіші санды қосамыз. Ең үлкен сан және ең кіші сан. Жай бөлшек тобы іскер ойды. Бір оқушы тақтаға шығып жазамыз. Ал қалған командалар өз тобымыздың емес, қалған 2 топтың есебін дәптерімізге жазып отырамыз. Қай жауап дұрыс екен сонда? Мына тізбекте қай сан ең үлкен сан екен? Әсем? Ең үлкен сан? Қосынды сол. Ал мына тізбекте ең үлкен сан қай сан? 19,160. Жоқ, тізбектегі ең үлкен сан қай сан? Берілген. Ал ең кіші сан ше? 0,54. Ал екеуінің қосындысы 18,164 шығады. Келесі есеп. Ал қалғанымыз тақтадағы есептеп жазамыз. Берілген
tizimdегі sandардың қосындысын табыңдар. Бізге 4,3, 0,87, 5,7 деген сандар берген. Осы сандардың қосындысын табамыз. Ондық бөлшек. Неше шықты? Жазамыз. Жай бөлшек және ондық бөлшек тобының есептері дұрыс, ал бөлшек тобының есебі қате. Сол үшін не істейміз? Жай бөлшекті ондық бөлшек түрінде жазып есептейміз. Бізге жай бөлшек берілген, оннан бір дегенге, соны ондық бөлшекке айналдырып қосуды орындаймыз. Кел, қане қайтып тұр. Жай бөлшекке 5, ондық бөлшекке 5. Ал 3/4-дің да есебі дұрыс. Келесі тапсырма. Амалдарды орындаңдар деді. Амалдарды орындаңдар. Келесі, бұл топтың жұмыс. Қараймыз, мына сендерге жасырын әріптер берген, әріптердің тұсында есептер тұр. Осы есептерді шығарып, ретімен қойсақ, мына жерде ондық бөлшектерді қосу және азайту оқулығының авторы шығады екен. Топпен бірге жұмыс жасаймыз. Қазір қалған топтар күте тұрайық, олардың жауаптары дайын болсын. Бөлшек болу. Ондық бөлшек. Екінші. Үшінші. Жай бөлшек тобы. Ал бөлшек тобы. Бірінші 0,23. Ол қай бізге сәйкес келеді? Екінші, ондық бөлшек. Лы. 4,5 жауап. 8,3. Қандай ғалымның аты шықты? Өте дұрыс. Келесі тапсырма. Жұппен бірге орындалатын жұмыс, яғни әр топ жұп-жұп болып орындайды. Деңгейлік тапсырмалар. Уақыт аяқталуға таяп қалды. Бөлшек тобы, ондық бөлшек, жай бөлшек тобы. Аяқтадық па жұмыстарымызды? Мен жауабын оқимын, сендер белгілеңдер. Біріншісі 11,5. Екіншісі 18,164.
9'ga bölüp orta bağını çıkarız. 39'u 9'ga. Orta bağı 4-cü 10'dan 6 oldu. Bölçek tabınıqı 4 bal, al jay bölçek tabınıqı 4-10'dan 3 bal oldu. İ taksirması İ'ye belgilep alamız. İ'ye 807 және 808 есептер. Keri байланыш жасау үшін балалар, бет саусағымызды саламыз. Сол жерге түсінгім келеді, және келешекте нені түсінгілер келеді, сол туралы жазып береміз. Әр топтан бір оқушы өз қалауларының бойынша айтамыз. Қане, жай бөлшек тобынан кім айтады? Мен айтам. Бөлшек тобынан Азамат. Ондық бөлшектерді қосу азайтуды түсіндің ба? Түсінбедің ба? Нені түсінгің келеді? Қане айтам. Бәрін түсіндім. Ондық бөлшектерді қосу азайтуды барлығын түсіндің ба? Ал ондық бөлшектер, Кәусар? Мен бұл тақырыпқа жақсы түсіндім. Енді алдағы қиын есептерді түсінгім келеді. Ал келесі Алуа. Осымен сабағымыз аяқталды. Үй жұмысын орындап келеміз.